Марокко сарапшысы Мухаммед Факири Қазақстанның жаңа конституциясының жобасы адам құқықтарын нығайтуға, мемлекеттік институттарды жаңғыртуға және азаматтардың қоғамдық өмірге қатысуын арттыруға бағытталған маңызды қадам екенін мәлімдеді. Факири халық кеңесін жоғары консультативтік орган ретінде қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті. Оның айтуынша, бұл құрылым қоғамдық диалог жүргізетін алаңға айналып, азаматтардың мемлекет өміріндегі рөлін күшейте түседі. Сондай-ақ ол бір палаталы парламентке көшу, вице-президент институтын енгізу, парламенттік жауапкершілік пен ашықтықты арттыруға бағытталған бастамаларды қолдайтынын білдірді. Қазақстандағы қоғамдық саяси жаңғыртуға бағытталған реформалар халықаралық деңгейде қызығушылық тудырып отыр. Негізгі өзгерістерге саяси жүйені жаңарту, экономиканы либералдандыру және тепе-теңдік пен ынтымақтастыққа негізделген белсенді, бейбіт сыртқы саясат жүргізу жатады. Сарапшының айтуынша, ұсынылып отырған өзгерістер мемлекеттік жүйенің тұрақтылығын арттырып қана қоймай, құқықтық тетіктерді жетілдіру үдерісінде басқа елдерге, соның ішінде Мароккоға да пайдалы тәжірибе бола алады.